Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, оқушылар және ата-аналар. 2023 жылдан бастап Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі өркен атты мемлекеттік гранттар бұдан былай қазақ және орыс тобына жеке қарастырылмайтын болды. Яғни оқушылардың қайсысы жоғары балл жинайды, солар грантқа өтетін болады. Сейчас мы полностью пересмотрели, то есть и уже реализовали. Прошлый конкурсный отбор у нас уже был реализован по обновленным правилам. То есть мы сейчас делаем общий список, несмотря на язык обучения, именно по баллам. Общий балл. Вот то есть такого набрали. нету, да, гранта там для казахского отделения, столько для русского, один общий отбор. То есть мы выделяем, допустим, на школу Астаны 144 гранта. Мы берем первые 144 ребенка, которые набрали самые высокие баллы, и им присуждаем грант. Бұрынғы жылдары емтиханда қазақ тобындағы жоғары жинаған оқушылар грантқа өтпей қалып, ал орыс тобындағы төмен балл жинап, грантқа өтіп кеткен жағдайлар болған. Бұдан былай олай болмайды. 2023 жылы бөлінген барлық гранттардың 70%-ын қазақ тобы жұлып алды. Яғни орыс топтарына бұрынғыдай май-шелпек жоқ. Сколько будет детей в казахских классах, сколько в русских, мы на это уже не смотрим. Уже по факту Но по факту, по крайней мере, отбор прошлого года показал, что распределение примерно такое же. 70% казахских классов, 30% русских классов. Сонымен барлық гранттардың 70%-ын қазақ тобы жұлып алды да, осыған дейінгі қазақ мектептерінде білім нашар, білім төмен деп айтқандардың аузына құм үйіліп, үндей алмай қалды ғой, түк айта алмай қалды ғой. Да. Кстати, я вот хотела бы здесь маленькую ремарку сделать. Я вот разговаривала с директором РФМШ, тоже это один из популярных школ. Вот там директор, например, отмечает, что в последние годы у детей, которые учатся в казахском отделении, очень высокие баллы, показатели растут. Ну, то есть вот этот стереотип, что вот на русском там более качественное образование, на русском там лучше преподают, это вот какое-то, не знаю, постсоветское время, может быть, такая была, такой вот стереотип, может, был. Вот в РФМШ вот так отмечает. Наверное, вот ну, то, что вы говорите, 70% да, поступивших это было казахское отделение, это, наверное, тоже говорит о том, что на казахском языке у нас тоже преподают качественно. Ну, то есть 70% детей, да, они именно из казахских классов, то есть они, да, из тех, кто набрал наивысшие баллы, 70% детей обучались на казахском языке. 2023 жылы гранттардың 70%-ын қазақ тобы алған болса, 2024 жылы 80%-ға жеткізейік. 2024 жылы шамамен 2400-дей грант бөлінеді. Солардың кемінде біз 2000 грантын қазақ тобы жұлып алса, керемет болар еді. А в этом году по Казахстану сколько грантов выделяется? Ну, именно в новом наборе? Да, вот в 24-м. Где-то 2400, ну, порядка 2500. По всей стране? Да. Угу. Бұл нені білдіреді? Қазақстанда орыс мектептерінің дәуірі аяқталып жатыр. Қазақ мектептері дамып, алдағы уақытта барлық зияткер мектептерде тек қана қазақ тобының оқушылары оқиды деген үміттеміз. Ал ата-аналарға айтарым, құлдық санаға берілмей, балаларыңызды тек қана қазақ мектебіне беріңіздер. Болашақ қазақ мектептерінде. Қазіргі уақытта қазақ мектептерінде бәсеке өте жоғары. Қазақ мектебіндегі мұғалімдердің арасында бәсеке өте жоғары. Сондықтан балаларыңызды қазақ мектептеріне беріңіздер. Сол кезде балаларыңыз бәсекеге өте қабілетті және білімді азамат болып шығады.